Жамбыл ауданында өнеркәсіп өнімдерінің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 3,5%-ға артығымен орындалса, негізгі капиталға салынған инвестицияның көлемі 28,3%-ды құрады. 2021 жылы Алел-Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Аса ауылынан құс өсіру фабрикасының құрылысын жүргізіп, бүгінде өз жұмысын бастады. Сонымен қатар өңірде 31,2 миллиард теңгеге 9 жобаны іске асыру жоспарға енгізілді. 2020 жылы қарапайым заттар экономикасы бойынша 23 жобаны қаржыландыру үшін 1,8 миллиард теңге бөлінді. Ал есепті жылы ұсынылған 2 жобаның құжаттары екінші деңгейлі банктердің қаралуында. Өндіріс өнімдерінің ұлғаюы дала еңбеккерлерінің де еңбегіне селеді. Ауыл шаруашылығында 2021 жылдың қорытындысымен 53,5 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, салыстырмалық кезеңмен есептегенде 1,8%-ға өсті. Соның ішінде егін шаруашылығынан 36,2 миллиард, мал шаруашылығынан 17,2 миллиард теңгенің өнімдері алынды. Тақырыпқа тамыздық. Қысы-жазы көкөніс өсіретін жылыжайлар елді мекендерде бой көтеруде. Мәселен, 5 елді мекендегі 76 жылыжайдың 3,3 гектарына қызанақ, 12,6 гектарына қияр, 1 гектарына гүл егілсе, бірінші-екінші айналымда қоймаға 402 тонна қызанақ, 1344 тонна қияр жөнелтіліп, 60 мың дана гүл жиналды. Өңірде ПУИ 2 Европалық даму банк арқылы 553 шақырымды құрайтын 96 каналды қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде каналдардағы тірліктер аяқталуға жақын. Осы каналдардың жұмыстары жүйеленсе, 14,556 гектар сумен қамтамасыз етіледі деп күтілуде. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен Қаракемер, Ащыбұлақ, Бесағаш елді мекендеріндегі 7 канал аудандық бюджет есебінен Қызылқайнар ауылындағы канал механикалық тазалаудан өтті. Ал облыстық және аудандық бюджеттен 5 канал тазаланса, Аса өзенінің арнасын нығайту жұмыстары сәтті аяқталды. Жайылымдарды суландыру бағдарламасымен 633 миллион теңгеге 285 ұңғыма қазылып пайдалануға берілді. Аудан бойынша жайылымдық жердің көлемі 279,501 гектарға жетсе, мал жайылымы қажетті жер көлемі 99,300 гектарды құрады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес игерусіз жатқан 3,170 гектар жер мемлекетке қайтарылды. Ал 44,976 гектар жайылымдық жері бар, бірақ мал басы тіркелмеген 410 шаруа қожалықтарына жер кодексінің баптарына сәйкес ескерту хабарламалар берілді. Сондай-ақ елді мекендерден 5-7 шақырым радиустағы жайылымдық жерлерді конкурс арқылы беруге тыйым салынды. Есепті кезеңде 454 миллион теңгеге 120 дана ауыл шаруашылығы техникалары сатып алынды. Өңірдегі 112 қоймада 23 мың тонна көкөніс сақталуда. Жамбыл облысы тұрмыстық табысын жақсарту пилоттық жобасына кірген Бесағаш ауылына 5 бағыт бойынша 1 миллиард несие алынып, жұмыстар өз нәтижесін берді. Бұл жобаның шарапатын бүгінде Өрнек ауылы да көруде. Өрнек ауылындағы 64 аула 235 миллион 140 мың теңге несие алса, 47 аула 1639 бас мал алды. Өңірде мал басының өсу динамикасында серпін бар. Ауданда ірі қара саны 48 мыңға, қой ешкі 270 мыңға, жылқы 22,6 мыңға артты, ал үй құстары 403 мыңға жетті. Әлеуметтік мәдени нысандардың бой түзеуі өңір шырайын келтіруде. Өңірде құрылыс жұмыстары 13,1 миллиард теңгеге жүргізіліп, өсім 1,7 миллиард теңгені құрады. Облыс әкімі Бердібек Машбекұлының бастамасымен қолға алынған асарлатып үй салу жобасымен 2020 жылы 10 үй, өткен жылы 9 үй мұқтаж деп танылған отбасыларға берілді. 2021 жылы ауданда 1370 адам тұрғын үй кезегінде тіркелген. Осы мәселені шешу үшін жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 5 қабатты 76 пәтерлі тұрғын үй құрылысы аяқталды. Бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыру үшін дәл осындай 4 тұрғын үйдің құрылысын жүргізу жоспарлануда. Бұдан бөлек жаңа тұрғын үй массивтеріне кәріз жүйесінің құрылысын жүргізуге 200 миллион теңге қаралып, тиянақталды. Өткен жылы кезекте тұрған 12 мыңнан аса тұрғынды жер телімімен қамту мақсатында Тастөбе, Бірлесу еңбек, Шәкен Ниязбеков, Айша Бибі, Қаратөбе, Қызылқайнар ауылына жаңа тұрғын үй алқабына электр желісін, су, газ тарту жұмыстары жүргізіліп, 1081 жер учаскесі кезектілікке сәйкес берілді.
Жол мәселесі бойынша 2021 жылы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының 9-да 6 шақырымына 146-да 4 миллион теңге қаралып жөнделді. Бұдан бөлек 22-де 5 шақырымды құрайтын 10 ауылдың 26 ауылішілік көшесіне 307-де 7 миллион теңге қаралып асфальттанды. Оның ішінде ауыл ел бесігі жобасы аясында 235 миллион теңгеге 13-те 7 шақырымды құрайтын 10 ауыл ішілік көшелеріне жол жабындысы төселді. Аталған жоба аясында тұрғындар өтінішімен Гродиково ауылындағы Ақжол көшесіне аудандық бюджет есебінен, Айшабиева ауылындағы Жібек жолы көшесіне тротуар төселінді. 2021 жылы аудандық бюджеттен 8 ауыл полиция бөлімі, орталық стадион аумағы, мектепке баратын көшелер жарықтандырылып, 3 ауылдың 9 көшесінің электр желілері ағымды жөндеуден өтті. Сондай-ақ Шайқорық ауылының 4 көшесіндегі электр желілері жаңартылса, Пригородный ауылындағы 2 көшенің жарық жүйесі реттелді. Сонымен қатар Қызылқайнар ауылындағы уақытша мал ұстау алаңына электр жарығы жүргізілді. 2021 жылы Аса ауылындағы жаңадан салынған көп қабатты тұрғын үйдің қарсы беті абаттандыруға онда 7 миллион теңге. Қаракемер ауылдық клубының айналасын қоршауға 7 миллион теңге қаражат қаралып, сәтті аяқталды. 42 елді мекеннен тұратын Жамбыл ауданында бүгінде 12 ауылында орталықтандырылған ауыз су жүйесі жоқ. Ауылдықтарды тіршілік нәрмен қамтамасыз ету мәселесі күн тәртібінде. Есепті жылы Шоқай ауылының ауыз су жүйесінің құрылысы аяқталды. Бұдан басқа Бесағаш, Түрксіб ауылдарын ауыз сумен қамту жүйесінің құрылысына 1,5 миллиард теңге қаралып, жұмыстар бел ортасынан асты. Сондай-ақ ағымдағы жылда 526 миллион теңгеге Қаракемер елді мекенінің ауыз су құбырының құрылысы басталатын болады. Аталған елді мекендерге сапалы ауыз су қолданысқа берілсе, өңірде қамтылу деңгейі 78-де 5%-ға жететін болады. Ал қалған 7 елді мекенді ауыз сумен қамту жеңілдетілген жолмен ұйымдастырылмақ. Жамбыл ауданында газбен қамту көрсеткіші ағымдағы жылы 90-да 4%-ға жеткізу көзделуде. 2022 жылы 5 елді мекенге ауылішілік газ тарту жұмыстары аяқталды. Облыстық бюджеттен Жұма, Көлқайнар ауылдарына 84-те 3 миллион теңге, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен Ерназар, Шайдана, Өрнек ауылдарына газ құбыры тартылды. Ағымдағы жылы 4-те 7 шақырымды құрайтын орталық магистралға газ құбырын тарту жұмыстары аяқталса, бір мезетте 10 ауылға көгілдір отын беріледі. 2019 жылы ауданда газ тартылу үлесі 57-де 1%, 2020 жылы 61-де 9%, 2021 жылы 90-да 4%-ға жеткізілді. Алдағы уақытта Тоғызтарау, Жаңаөткел, Құмсуат елді мекендерін табиғи газбен қамту үшін жобалық сметалық құжаттары әзірлеу жоспарға енгізілді. Атаулы әлеуметтік көмекке 511-де 4 миллион теңге, ал кепілдендірілген әлеуметтік топтамаға 113-де 4 миллион теңге бөлінген. Есепті кезеңде 5323 адам жұмыспен қамтылып, жұмыссыздық деңгейі 4-те 4%-ды құрады. Атап айтқанда, жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға 598 азаматқа грант берілсе, бастау бизнес жобасына 363 адам, шағын несиеге 198 адам, жастар тәжірибесіне 177 адам, ақылы қоғамдық жұмысқа 1059 адам, тұрақты жұмысқа 2490 азамат орналасты. Аудандағы 38 білім беру мекемесінің 25-і типтік, 13-і ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. 2021 жылы Түрксіб ауылынан 300 орындық және Жамбыл ауылынан 100 орындық жаңа мектеп құрылысы аяқталды. 11 орта мектептің асханасы, шатыры, ғимарат сыртын, акт залы, қазандығы және сыртқы қоршауы жөнделді. Барлық мектептерде ішкі әжетханалар, интернет желісі, камералар орнатылса, 17 мектеп робототехникамен жабдықталған. 2021 жылы Айшабиева мектебіндегі 3 ауысымды оқытудың алдын алу үшін 1-де 4 миллиард теңге қаралып, 300 орындықты білім ордасының құрылысы басталса, Шоқай ауылынан 150 орындық мектептің құрылыс жұмыстарына 817 миллион теңге қаралды. Сондай-ақ өткен жылы 685 миллион теңгеге 6 мектеп күрделі жөндеуден өткізілді. Ауданда 1-ден 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбиемен қамту көрсеткіші 96-да 1%-ды құраса, 3-ден 6 жас аралығындағы көрсеткіш 100%-ға жетті. Облыс әкімі Бердібек Машбекұлының бастамасымен қолға алынған Жомарт түлек жобасымен өңірде 44 жоба іске асырылды. Оның екеуі ағымдағы жылдары тиянағын табады.
Денсаулық сақтау саласында 36 мекеменің 19-ы ыңғайластырылған ғимаратта және жапсарлас ғимаратта орналасса, соңғы 2 жылда 8 ауылда медицина мекемелері жаңа ғимараттарға көшірілді. 2021 жылы Қаракемер ауылынан 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылысы басталды. Ағымдағы жылдың жаз айында қолданысқа беріледі деп күтілуде. Алдағы жылдары орталық аурухананың күрделі жөндеу жұмыстарына және қалған 11 медицина ғимаратының құрылысы енгізілетін болады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасымен 18 кітапханадағы цифрландырылған ақпараттық орталық тұрғындарға қызмет көрсетуде. 2021 жылы ауыл ел бесігі жобасымен Өрнек ауылынан мәдениет үйінің құрылысын жүргізуге 202 миллион теңге бөлініп, жуық күндері пайдалануға берілмек. Сондай-ақ Қызылқайнар ауылынан мәдениет үйінің құрылысын жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Жамбыл ауданында 41 шағын футбол, 25 балалар ойын алаңы, 18 жаттығу алаңшасы қызмет көрсетеді. 2021 жылы 58-де 5 миллион теңгеге 5 шағын футбол, 2 балалар ойын алаңы, 1 жаттығу алаңқайы пайдалануға беріліп, 2 шағын футбол алаңына жасанды төсем төселді. Сондай-ақ Қаракемер, Бесағаш, Айша-Бибі, Гродикова, пригородный ауылдарына әмбебап спорт кешенін салу үшін бюджеттік өтінім ұсынылды. Ал Шайқорық, Өрнек ауылдарынан спорт нысандары құрылысына тиісті құжаттар әзірленуде. Қоғамның қозғаушы күштері саналатын жастардың 1955-і жұмысқа орналасқан. Оның ішінде тұрақты жұмысқа 882 жас, әлеуметтік жұмысқа 12 жас, ақылы қоғамдық жұмысқа 356 жас, жастар тәжірибесімен 177 жас, кәсіби оқуға 110 жас жөнелтілген. Ал шағын несие алған жастар 53 жасқа, мемлекеттік грантқа 258 жас ие болды. Дипломмен ауылға бағдарламасымен 7-де 1 миллион теңгеге 24 маманға көтерме жәрдемақы тағайындалса, 7 маманға тұрғын үй сатып алу үшін 30-да 6 миллион теңге аударылды. Екі 2021 жылы аудан аумағындағы 268 қылмыстық іс тіркеліп, 16%-ға өскен. 2021 жылы 8-де 2 миллион теңге Танты, Шайқорық, Қоңыртөбе, Қапал, Жасөркен ауылдарына бейне бақылау қондырғысы орнатылды. 10 миллион теңгеге аудандық полиция бөлімінің ғимаратына ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал 2022 жылы 80 миллион теңгеге 3 елді мекенге тұрғын үй мен учаскелік полиция пунктінің құрылысы жүргізілетін болады. Облыс орталығын қоршап жатқан Жамбыл ауданында алдағы уақытта тың жобалар қолға алынып, бастамалар мәреге жеткізіліп, жұртшылықтың көкейкесті сауалдарының шешілуі жолдарына жергілікті билік күш сала бермек.